Ассалаумалейкум достар, европеец Prado сұрағандар, қара түсте 2.7 бензин, бесключевой доступ, қара салонда, бюллер, люкпен, пуш-старт, таза европеец, 6 километр. Так, мынаны кожа түктіртуге болады, как оригинал болады, плавающий сиденьесі салып, подогревпен обдувты қосып жіберіп, машина етуге болады. Бұл европейцтерде бір жақсысы, ондай әдемі полный комплектациядағыдай титанкамен жүреді. Осындай қара түсте, су жаңа. Бағасы $70.700. Қаудан осып түсіріп қойдық, $70.700-ге. Әдемі баға, бана ақ цветін көргенбіз, бұдан сәл қымбаттау. Кімге қызықтырады, хабарласамыз. Европеец Prado сұрағандар. Көліктері барлығы өзінің орнында. Пластиктері барлығы осы жерде. Аксессуарлары. Артта климат. Үшінші қатар сиденье. Полный кожасын тіктіртіп, мультируль, подогрев сиденье, екі жаққа екі сиденье, плавающий сиденье салдыртып. Соның барлығы примерно $1600 кетуі мүмкін. Аксессуарға 1500-1600. Кімге қызықтырады, хабарласаңыз достар. Әдемі вариант. Достар, мына аутландырлардың барлығына скидка болып жатыр. Потом мына Паджероға да тоже скидка болып жатыр, 2020, беркі 2019 бұларда. Артында қаз-қатар тізіліп тұр. Одан кейін мына Montero Sportқа да әдемі скидка жүріп жатыр. Алдында $33.000 еді, қазір $30.000 чем-то доллар, мен сізге нақтысын жазып берем, есептеп. Мына Montero Sport 3 объеммен. Достар, әдемі скидка болып жатыр, достар. Үйініп қаламыз, су жаңа, новый. 2022 3 литр Montero Sport, полный привод. Осы артында тоже 2 штук бар. Олардың барлығына скидка жүріп жатыр, достар. Кімге қызық, хабарласамыз. Әдемі бағадан келіп тұр. Бұл ненің бүгін үшімі бір аптадай скидка жүріп жатыр. Содан кейін соған дейін оплат жасалып болу керек. Оған дейін оплат жасалмаса, ол скидкілер жүрмей қалады. Сондықтан да срочно хабарласамыз. Одан кейін мына Outlander новый кузов бар ғой, соған әдемі скидка жүріп жатыр. Әртүрлі комплектациясы бар. Мынау проходы полный комплектация деймін. Модель 2023, 2.5, полный привод. Дисплеймен. Бұған да скидка болып жатыр. Месекке қазір фотоларымен барлығын шығаратын болған. Мынау походу полный комплектация. Мынау да әдемі вариант. Мынаған мощный скидка жүріп жатыр. Алдында біз салғанымызбен есептегенде примерно бір $6300 скидка болып тұр ғой. Срочно үлгеріп қалу керек. Мощный ғой, көзіпті қарасаңыз, новый көзіп, мынаған қарағанда. Мынаған да скидка жүріп жатыр. Мынау енді почти жарты құнына десек те болады. Жарты құнынан сәл жоғары. Ассалаумалейкум достар, одан кейін мынандай 2.7 для араб, сборки Япония, TXL 2.7 бензин, документ 23, беркі 22, 9 для араб жасалған. Новый, су жаңа, 16 километр. Новый машина барлығында осындай болады. Но бұда пуш-старт жоқ. Күтпен. Люкпен. Дәл бана қарадағыдай, тек пуш-старт жоқ. Омыватель фар жоқ. Но бұда задний парктроника бар. Задний камерамен. $46.300 бағасы. Соңғы бағасы. Саудаласып тұрғандағы. Әдемі баға.
Ана 20.700 доллар болса, мына 46.300 доллар. Классика ғой, жаңа жасыл түсте, көк түсте әдемі, бірақ ақ түсті қараңыздаршы. Ақ түс 350, қызыл бантикпен, ұзатылатын қыздай болып тұр ғой мына машина. Так, қазір шын көрсетейін сіздерге, бағасын айтайын. Біле жүріңіздер, көре жүріңіздер. Мінекей. Шын көрсетіп жіберейін бірінші. Окей, thank you. Қараңыздар шын. Ақ кожа, ақ емес, бежевый, мына деревоны қараңыздар. Сағатты қараңыздар, Lexus'тың. Бүкіл ақпарат, push start. Керек нәрсенің бәрі бар ғой, енді бұның характеристикасын енді Ершат пен Рауан сияқты түсіндіріп айтамай жатырмын енді. Ақырын айтыламыз. Енді бағасын айтып жіберейін, 52.000 доллар. Бұл да объем 3.5, автомат, 4WD, трансмиссия 8 speed, панорама, smart key, оның бәрі, короче. Не керек, жаныңызға бәрі бар ғой. Бірақ әрдайым қайталап отырамыз, сол 52.000 деген бағаға қарап қалмаңыздар. Бұған баға қосылады, өйткені Америкада сауда таксы бар, такс дейді. 8. Ассалаумағалейкум, көлік сүйер қауым, қалдарыңыз қалай? Форайнер сұрағандар, міне өте дерзкий вариант, 2021 пробирка, без повреждений. Комплектация ТР-да, оффроуд. Так, бұның қандай повреждение болған айтайын. Мына жерде тек ручкасы ғана сынған, ручкасы ашылмайды. Осыны ауыстыру керек. Исключение доступпен, push start. Так, міне 2021 беркісін пин-код бір теріп қарап болыңыздар. Машина жақында келді Америкадан. Салонына келетін болсақ, осындай автомат 4WD, полноприводный. Барлық керектінің барлығы бар. Пробег 22.000 миль. Салон билер, USB порт задний. Көліктің жағдайы өте жақсы. Без повреждений. Форайнер сұраған жандар. Қазір бағасын астына жазып кетемін. Одан кейін айнасында сыртында пластигі жоқ. Кімге қызықтырады, достар, хабарласамыз. Қазір көлік Дубайда. Контейнерден түсті, келді. Машина жағдайы өте жақсы. Көлік қызықтырса жекеге хабарласамыз, каналға тіркелеміз. Тағы да жақсы көліктерді шығарып отырамыз.